кішкентай ғана кітапты қараңызшы. Қазақтың мақал мәтелдері екен бұл. Балалар, міне қазақтың мақал мәтелдері. Осындай кішкентай кітаптың ішіне қаншама мақал сыйып кетіпті. Балалар, мақал мәтел дегеніміз ата-бабамыздан қалған асыл мұрамыз екен. Көлемі жағынан мынандай кішкентай ғана болғанымен мағынасы терең, тәрбиелік мәні зор, рухани байлығымыз екен. Ал балалар, сендер жұмбақ деген не екенін білесіңдер ме? Жұмбақ жасығанда айтылар нәрсені ойда бүгіп қалып, соған ұқсас нәрселерге теңеп, тұспалдап, сипаттап айтылады екен. Балалар, біз бүгін сендермен екі топқа бөлініп сайысып көрейік. Кім жұмбақтың жауабын көп табады, кім мақал мәтелді көбірек біледі екен. Олай болса, тақтаға назар аударайық. Мен сендерге жұмбақ жасырам, сендер жауабын табасыңдар. Өзі кірді ашады, суға салсақ қашады. Жақсы, жарайсыңдар. Далада жүр шапқылап, керемет бір сапқылап. Аян айтсын. Дұрыс, аянға бір ас беріп қояйық. Аяғы бар, басы бар, арқасында тас бар. Тасбақа, дұрыс айтады. Білесің, елге сәлем бересің. Телефон. Балалар, келесі бөліміз кім көп біледі деп аталады. Балалар, кім көп мақал мәтел біледі екен? Тексеріп көрейік. Ал кім айтады? Сақсыда үйген заманнан жүйе. Қыз өссе елдің көркі, күн өссе сейдің көркі. Өз үйім, өз өлен түшегім. Әке өлен томдыз. Мама деді бұл, ат атасына. Басын шал. Әдепті ұлы арыла, әдепті сорула. Тоғжан, басын шал. Көз қорқақ қол баттар, емегесі енбей туадыған тілінбей, ас атасынан. Әке өлген ол жемер, шеше өлген том шешер. Әке асқа тау, бала жапырақ, ата бәйтерек, бала тілі бал. Жақсы, рас. Бала, сіз сабат, өнер алды қызы түн. Мен бетін нана дәтін, сақалдың жәні дәтін. Жақсылар ең жаманан кейен. Өте жақсы. Аян. Көз қорқақ қол батын, мәнді көрсен әнді айт. Мүсілім. Ұлдан жастық. Райым. Емі төбе келеге. Емі кетейімі тойдаған тілеміз. Аққұн атта достықты сақтан. Жүз теңге болғанша жүз досым болсын. Әке асқа тау, ана құлақ, бала құлақ. Қыз өссе ені көргі, дамбы таушы дені көргі. Балалар, келесі бөліміміз мақал сөздің мәйегі деп аталады. Тақтаға назар аударамыз. Мен жұмбақты мақал жасырамын. Сендер тауып көріңдер. Кәнки, тақтаға назар аударамыз. Тоғжан айта ғой. Кітап алтын қазына. Жарайсың, кітап алтын қазына. Келесі мақалға назар аударамыз. Кәнки, кім айтады? Раян айта ғой. Кәнки? Көзім көзін ас. Дұрыс, бұлақ көрсең көзін аш. Мына мақалды жаңа өздерің айттыңдар. Кім айтады маған? Раяна? Ой, кім? Табелес. Құс өссе жердің күлкі, гүл өссе жердің күлкі. Жақсы. Келесі мақал кім айтады қан? Мүсілім. Әке асқа тау. Дұрыс. Раяна? Білім. Жақсы, өте жақсы. Назар аударамыз. Кім айтады? Расул. Еңбектің. Наны татты, зауқ алдым. Жаны. Жаны
Жарайсыңдар балалар. Барлықтарың мақал мәтелді, жұмбақты жақсы біледі екенсіңдер. Жарайсыңдар.